Бека сөйлеп көрші. Даусым естіліп тұр ма сіздер? Сіздердің дауыстарыңыз жақсы естіліп тұр бізге. Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушы азаматтар, онлайн өздеріңіздің ат жөндеріңізді, толық қатысушы санаттарыңызды, телефон нөмірлеріңізді чатқа жазып өтсеңіздер регистрацияға. Уважаемые участники общественного слушания, для регистрации просим написать фамилия, имя, отчество, категорию участника, номер телефона для регистрации. Толтырмаңыздар сосын толтырамыз.
Кешіресіздер, дауыстарыңызды кішкене қаттырақ шығарасыздар ма? Енді бүгінгі мынау қоғамдық тыңдауды өткізе берейік. Бұл жерде енді алтын алмастың экология және проекті бойынша келіп отыр. Қоғамдық тыңдау өткізуге ауданнан тоже өзіміздің адамдар келіп отыр. Ауданнан кәсіпкерлік бөлімі бойынша Данияр Қаурабұлы осы қоғамдық тыңдау бойынша әлі шақыртамыз, ауданнан да бір адам қатысу керек деп. Сол бойынша жұмысымызды бастайық. Күн тәртібіндегі мынау бүгінгі жүргізу тәртібі бойынша өздеріңізді таныстырып кетейік. Бақтыбай кен орны бойынша аймағының тау-кен жұмыстарының жоспары, бұрын орындалған жобаны түзету және жобасы бойынша осы ықтимал әсерді есеп бойынша ашық отырыс арқылы өтетін қоғамдық тыңдаулар бойынша. Құрметті қоғамдық тыңдаудың қатысушылары, қайырлы күн. Қоғамдық тыңдаудың акционерлік қоғамы Алтын Алмас Бақтыбай кен орны аймағының тау-кен жұмыстарының жоспары, бұрын орындалған жобаны түзету және жобаның ықтимал әсері туралы есеп жобасы бойынша мүдделі жұртшылықтың ашық жиналысы арқылы басталады. Осы экологиялық кодекстің 73-ші бабының 11-ші тармағына қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаттарының 21-ші тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар әкімшілік аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органдар өкілдерінің төрағалығымен өткізіледі. Мен және жергілікті атқарушы органдардың өкілі жөнінде осыны жиналысын өткізу төрағалығын өзім өткізіп отырмын. Ауыл әкімі Қарабұлақ ауылдық округі бойынша Иманғазы Басқарұлы хаттаманы дайындау мақсатында қоғамдық тыңдаулар барысының жазба және хаттаманы дайындау бойынша аудиожазба жүзеге асырылады. Zoom платформасына тікелей эфирінде қосылып отыр. Алтын Алмастың экология бойынша департаменті және хаттаманы осы тыңдаулар өткізу туралы хабарландыру екі әкімшілік аумақтық бірліктік аумақтық мүдделі жұртшылық үшін қолжетімді екі дана көрсетіледі және хаттамалық
протокол жасалады. Осы бойынша қоғамдық тыңдаулар қағидаттарына сәйкес жиналысқа қатысушылар қоғамдық тыңдаудың хаттамасын сайлау және қоғамдық тыңдаулар регламенті бойынша бекіту қажет. Экология кодексінің 73 бабы 14 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаудың қатысушы қоғамдық тыңдаудың хаттамасын рәсімдеу, одан көрсетілетін мәліметтер туралы жауапты қатысушы осы хаттаманың қоғамдық тыңдау аяқталғаннан кейін 2 күннен бастап жұмыс ішінде қоғамдық тыңдау төрағасы қатысушы тарапынан қол қойылады. Осы 2 күнге жасалады хаттамасы. Қоғамдық тыңдаудың қатысушы болып Жақсылық Сымбат сайланады. Экология бойынша алтын өскен. Қоғамдық тыңдаудың қатысушысы ретінде сайлау үшін қолдарыңызды көтерсеңіздер. Кім қарсы емес. Қатысшы болыңдар. Қарсыда ма, қарсы еместер? Қарсы емес. Асқар Иманғали бүгін біз танымаймыз. Ол эколог мысалы, бұлардың жұмыс істеп жатқанына 4 ай болды ғой. Қазір келіп мысалы, осы кісіні сайлайық дейді. 4 ай бойында қайда жүрген сонда бұл вопростардың бәрін поднимать етпей. Экологический вопрос. Халыққа керекті вопрос. Асеке, регламент бойынша қойылсын, қазір сөз беріледі. Ол кісіні тапқырсың ғой, қазір сайлаймыз ол кісі. На чьей стороне біз білмейміз де ғой. Қай жаққа жұмыс істеп жатқан? Bir жақтан болу керек қой. Тыңдасаңыздар. Ол хатшыны басқа адам сайлау. Енді ол кісі біледі протокол. Сондықтан ол кісі компания жақтан жергілікті өкіліне әкім отыр. Олай ғой, басын бастап шулатпайды. Ол алданмастың өзінің несі ғой. Хатшы сайласа да болады. Өздеріңіз Жоқ, осының ішінен енді Жақсылық Сымбат представитель ма? Алтын алмасын, иә? Біздің арамыздан тоже бір адам шығу керек. Хат шығып сайлауға. Келісесің, мен айтып отырмын, Алтын алмастың Жақсылық Сымбат делегациясынан келіп отқан адам, солардың представителі ретінде. Енді біздің тыңдасаңыздар, енді бізден ішімізден сайланатын адам хат шығып, кімді сайлайсыздар? Біріңіз шығыңыздар, жазамыз протоколына кіргіземіз. Сонда ана кісі сайланбайды, иә? Бізден Жоқ, сайланбайды. бізден де сайланып, бұл кісілер. Екі жақта да. Ал. Қайда пикара жіберейік. Негізі бір хатшы болу керек аға. Бір хатшы ол сізден жақтан болсын хатшы. Иә. Хатшыға дауыс берейік. Дауыс берейік. Хатшыға дауыс беруге болады. 100%. Иә, ол атқа сорoni болып кетеді ғой. Иә, ол болмайды. Так. Енді кім қарсы, кім қарсы емес, сайладық қой хатшыны. Енді Жортаров Айдар Николаевич, өзіңіз хатшы сайладыңыз, осы бойынша. Енді осы жиналысқа қатысушылар көпшілік дауысымен хатшы сайланды дейді. Осы сәтті пайдаланып, қоғамдық тыңдау өткізу мынандай регламентте ұсынылады. Баяндамашының сөзі 15 минут. Баяндаманы талқылау қоғамдық тыңдауға қатысушылардың ескерту ұсыныстарын тыңдау, қоғамдық тыңдаудың тақырыбы бойынша сұрақтар мен жауаптар, әрбір нақты жағдайға байланысты ұсыныстарын орындау. Әрбір сұраққа 5 минуттан сөз сөйлеу немесе сұрақ қою, ескерту немесе ұсыныс жасау үшін қолдарыңызды көтеріп, өздеріңізді хаттама ұсынысы бойынша қажет сұрақтарыңызды ескерту ұсыныстарын қоғамдық тыңдау мәнінде бойынша болу қажет. Қолдарыңызды көтеріп, сұрақ жауап ұсыныстарыңыз болған кезде. Қоғамдық тыңдаудың қорытындысын шығару 5 минутқа дейін және регламентте бекіту дұрыс жүруіне ұсыныстар. Қоғамдық тыңдау ережесін бекіту үшін қолдарыңызды көтерулеріңізді сұраймын. Осыған келісесіздер ме? Келісеміз. Бір ауыздан ешкім қарсы емес. Енді осы дауыстарды санау және төрағалық жүргізу көтерілген
мәселелер бойынша ескертулер ұсыныстар қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы қатысысы бойынша дайындалған осы төрағалық қол қою және баяндамашы так Мұсбек Маурен өзің ғой, иә? Өзіңіз сол бойынша баяндама бойынша толық таныстырып кетсеңіз. Рахмет. Саламатсыздар, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Бүгін Алтын Алмас ашық қоғамының Бақтай кен орны аймағының тау-кен жұмыстарының жоспары бойынша жұмыс жобасына ықпал әсер ету жобасы туралы баяндама басталуға рұқсат етілді. Негізгі осы Бақтай кен орнына былтыр барлық экологиялық рұқсатқа алынған. Негізгі жұмыстың қазір басынан қойған себебін жүргізу себебі түзету жұмыстары болады демек. Жұмыс календарный план соның өзгерісіне байланысты түзету жұмыстары проектке енгізілді. Осы қоғам тыңдаудың жүргізудің негізі Қазақстан Республикалық экологиялық кодексінің 96-шы бабының 1-ші тармағына сәйкес жүргізіледі. Демек, 1-ші және 2-ші санаттағы объектілерге жобалық хаттамасына экологиялық рұқсат алу үшін осындай қоғамдық тыңдаулар жүргізу енгізілген. Кәсіпорынның жалпы мәліметтері тоқтасақ, ол ашық акционерлік қоғамы Алтын Алмас. Алтын Алмастың қызметінің негізгі түрі ол алтын бар кенді өндіру және өңдеу болып табылады. Әкімшілік жағынан Бақтай кен аумағы Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында орналасқан. Жалпы Бақтай кен орнының геологиялық алаңы 185,69 шаршы километрді құрайды. Ал Бақтай кен орнының жалпы бөлімі 24,62 гектарды құрайды. Жұмыстардың сипаттамасы осы 26-27 жылдарға көзделген. Ол жерде жүргізілетін жұмыстардың негізі ол кен орнын ашу, әзірлеу жүйесі болып табылады және тау-кен жұмыстары жүргізу. Тау-кен және эксплуатациялық барлау жұмыстары болып табылады. Жалпы параметрлеріне қарасақ, негізі тау-кен орнын ашу, әзірлеу жүйесі және тау-кеннің күрделі жұмыстарын жүргізу және тау-кен дайындық жұмыстары болады. Ал эксплуатациялық барлау жұмыстары, ол бұрғылау және жару жұмыстары қолданыла отырып жүргізіледі. Тау-кен қазбалары мен ұңғымалары байланыстыра отырып, топографиялық әртүрлі геодезиялық жұмыстар жүргізіледі. Кәсіпорынның орналасқан жері Бақтай кен алқабы, ол Ақтоғай ауданы. Геологиялық рұқсаттамасы 24-ші жылы нөмірі 1472 РТП бойынша жүргізіледі. Экранда назарларыңызға координаттары көрсетілген. Тау-кен орнының барлау жерінің картасы көрсетілген. Жалпы тағы да айта кетсек, ол Қарасу кентінің ең жақын елді мекен учаскесінен солтүстік батысына қарай 18 км жерде орналасқан. Және жұмыс жүргізу учаскелерінен 10 км ара қашықтықта Тоқора өзені ағындады. Осы санитарлық қорғау аймағына келсек, санитарлық қорғау аймағы санитарлық талаптарға сәйкес 1000 метрді құрайды. Демек, Алтын Алмас бірінші санатқа жатады. Енді жалпы шығарындыларына айта келсек, жұмыс 26-27 жылдар аралығында өтеді. 26 жылы 66 ұйымдастырылмаған ластаушы көздер болады, ал 27 жылы 56 ластаушы ұйымдастырылмаған көздері болады.
Демек, жалпы шығарындыларының көлемі 1564,1 аса тонна жылына тастайды 26 жылы, ал 27 жылы 1191,7 жоғары тонна жылына шығарындылар тастайды. Ал енді қалдықтарға келсек, осы 26-27 жылдар аралығында негізі 6 қауіпті емес сынып қалдықтар пайда болады. Оның ішіндегі аршынды жыныстар және қатты тұрмыстық қалдықтар және промасленный ветошь, майланған шүректер және электродтардан пайда болған агарктер және барлау жұмыс кезіндегі пайда болатын шламдар. Барлық қалдықтар негізгі мердігерлермен көзделген шартпен арнайы мекемелерге тапсырылады, ал аршынды жыныстар сол маңайда көму көзделеді. Демек, аршынды жыныстар көміледі, қалдықтардың бәрі мердігермен келісім шарт бойынша арнайы мекемелерге шығарылады. Ал сумен жабдықтауға келсек, технологиялық қажеттілігі үшін әртүрлі сулар пайдалану көзделген. Оның ішіндегі ауыз су ішу мәселесіне бөтелкенген су алып келеді, ал технологиялық сумен қамтамасыз ету ол карьердік суды пайдалану жүзеге асырылуда. Ал енді 26-27 жылдары су тұтынудың есептік көлеміне келсек, су тұтынудың жалпы көлемі 471,307 мың метр кубты құрайды. Оның ішінде өндірістік техникалық қажеттіліктерге 45,10 мыңнан 3,628 мың метр куб, ауыз қажеттіліктеріне жылына 1,10 мыңнан 4,918 мың метр куб құрайды. Суғаруға және шаңды басуға жылына 287,46 мың метр пайдаланылады. Сол жалпы көлемнің ішіндегі қайталап пайдаланатын судың көлемі 137,461 мың метр кубты құрайды. Ағынды суларды ағызу жоқ, барлық шаруашылық тұрмыстық сулар арнайы төгіліп, сол жерде пустынная дейді, сол зикке бар, сол суларында тазартылуға ағызылады. Ал енді өндірістің тау-кен өндірісі кезінде жалпы өндірістік экологиялық бақылау жүргізілу қарастырылған. Бұл өндірістік экологиялық мониторинг жүргізу ол арнайы аккредиттелген лабораторияның күшімен жүзеге асады. Кәсіпорынның санитарлық қорғау аймағының өткізу жиілігі 91 рет өтеді. Су ресурстарын, жер асты және сулардың сынамаларын алу жиілігі 91 рет өтеді. Өндірістік қалдықтарының мониторинг жүргізу ол әр кезде, әрдайым көзделеді. Сонымен қатар кәсіпорынның топырақ жамылғысының мониторингісі сонымен қатар жылына 1 рет жүзеге асырылады. Демек, сонымен қатар өсімдік жамылғысын қарастырылады, жылына 1 рет және радиалық фон мониторингі жүргізіледі. Ол да жылына 1 рет қарастырылған. Ал енді табиғатты қорғау шараларына келсек, демек, өндіріс кезінде экологиялық зиянын төмендету үшін атмосфераны қорғау жөнінде қорғаныс шаралары қарастырылған. Оның ең бастысы әрине ол техниканы қадағалап, әр кезде оның арнайы катализаторлармен енгізіп,
профилактикалық жұмыстар жүргізу және сонымен қатар жер асты суларын әрдайым қайта суды қайта пайдалану ол да экологиялық шараға жатады және сонымен қатар бағана айтып кеткен өндірістік бақылау сияқты шаралар қарастырылады. Келесі слайд. Сонымен қатар бағанада айтылып кеткендей топырақтағы шаңды басу үшін әрдайым қажеттілік кезінде жолдар, карьерлер, барлық жұмыстардың барлығы міндетті түрде шаң басу жұмыстары жүргізіліп отырады. Сонымен қатар әртүрлі қалдықтарды да мониторингі қадағалай демек оның пайда болған қалдықтардың саны, ол қайда барады, әр жерде соны қадағалап. Сонымен қатар барлық қалдықтар аршын жыныстардан басқа кәсіпорында 6 айдан артық сақталмайды. Бағанағы айтып кеткендей жануарлар әлеміне де жануарлар дүниесінде де қорғану шаралары қарастырылған. Оның ең бастысы жануарлардың тұқым жұмыртқалау кезіндегі пайда болған ұяшықтарды егер анықталған жағдайда оны басқа жерлерге реттеп қояды және сонымен қатар шаң басу сияқты жұмыстарды өтелген. Ал енді басқа негізі жоспарланған кен орны осы Бақтай жерінде өтеді. Демек оған геологиялық рұқсаты бар. Демек басқа балама нұсқалар қарастырылған. Сұрақ қойып болғанда. Иә. Ал енді мысалы мынау Тоқырауын өзені. Ағып жатыр ма мына жерде? Рахмаш. Қазір қойып тұрмыз. Не бойынша ғой қазір? Реклама. Енді баяндамаңыз аяқталды ғой, да? Енді баяндамаңызға рахмет, жақсы. Енді бұны талқылауға көшеміз. Енді ескертпе сұрақтарыңыз болса, қолдарыңызды көтеріп, сөздеріңізді айтсаңыздар. Өйткені протоколға жазылғанында. Мен Қарасу тұрғыны. Мынау кісіге сұрағым бар еді. Антықбаев Рахманберлі. Енді мынау Тоқырауын өзені ағып жатыр біздің ауылдың үстінен көктемде ағады. Енді 10 шақырым ғой ана жер. Соған енді уланады ғой по-любому. Неге су ресурстарынан ешкім келген жоқ мысалы? Жағдайды ғой. Енді екінші сұрақ. Мына жақта бізде бір не бар, ауыл бар әр жағында. Сол жерде бірталай торғай қырып қапты осы күзде. Ол неліктен, ол неге? Енді торғайлар мәселесі маған белгісіз. Ол енді әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Бұл не обязательно осы Бақтай кен орнына байланысты. Ал өзен бойынша мен сізге айтайын, бізде су кодексі бойынша су қорғау беделі және аймағы болады. Су қорғау беделі ол екі жаққа 50 метрден, ал су қорғау аймағы 500 метр. Егер кен орны сол 500 метрден жақындаса, ол кезде водоохранный зона полоса деген бар. Соны устанавливать ету керек. Бірақ ол 10 километр болғаннан кейін, оған ешқандай оның зияны жоқ. Жоқ, мысалы Семей облысында көрдіңіз ғой, бәленбай шақырым тоже. Малдың бәрі су ішіп, жаңағы құлап өліп жатыр. Осы 5-6 жылдан кейін. Мен новостидан көрдім мысалы, өзім. Енді Семейдегі енді ол әртүрлі жағдайға байланысты. Нақты Бақтай кен орнына келсек, су кодексі өзінің заң бойынша 500 метр, 50 метрде су айдынынан кен алуға болмайды. Ал бірақ 500 метр аралықта 50 метр, 450 метрде негізі кен барлау жұмыстарын жүргізуге болады. Ол рұқсат. Бірақ біздің жағдайда ол 350 емес, 450 емес, ол 10 километрге кетіп қалған. Демеді, тәтелек басқан. Су кодексімен
Не қайда? талаптарыңызды. Мынау Бақтыбайдан бастап анау Пустинаға шейін бар ғой. Жол салдыңыздар ғой. Салдыңыздар ғой. Сол мәселе. Басқа да енді ана барып ыстықпа жасап тастаған қазғанда көлікпен жерді қазып тастаған. Мына тоқырауны бір машина құмалатын болсаң экология басқа да тексереді. Ал енді ана жерде бар ғой адам мал түгілі адам жүре алмайды. Ана бір барып кетіп мал. Вообще қазір жердің өзі 2 метр 3 метр. Соны қалай көлбей? Өзі қыстай мысалы былтыр алдыңғы жылы анау Пустинаның бер жағы. Байланбай тұра жер қазып тастағансыңдар. Байланбай мал мысалы түсіріп солардың бәрін жасауға болады. Сол айтып көрсін жаңағы бәрін қатырып түсіріп. Сол қалай жасалмайды? 2 ай 3 ай болды ма қазір жол біткені. Машина алмай тұр. Мына қарасың жігіттер отыр. Шын ашқын экология дейсіңдер мысалы. Ағайын, сұрағыңызға. Вообще жоқ енді. Жол жасап біткен неше ай болды? Бұл енді сұрағыңызға қазір алтын алмасқан жауап берсе. Жоқ, солар кімге алтын алмасты демей отыр. Мына вот строители. Жол салғандар кірмейді мысалға. Вообще мысалы мына қарапайым халыққа келетін болса бірдеңе алсын штраф бәрі сендерге сонда салмаймыз сонда жолды көрсек 60 шақырым ба 70 шақырым. Вообще Жауап берсін ағайын, жауап береді. Алтын алмасқан. Ассалаумағалейкум, есімім Бақыт болады. Осы Бақыт Айкенов начальник учаскесі болам. Жол салынды, я қазір жол салу жұмыстары жалғасып жатыр. Жол салу жұмыстары біткеннен кейін міндетті түрде бұл мәселе жабылады. Міндетті түрде жабылады. Карьерді наша бере ма сонда карьерді разочинение бір Жоқ, оны рұқсаты бар ғой. любой жерден асқан ғой енді көрсеңіз. Барып көрдің бе плаш? Оның барлығы Өте галерея ашады мысалы. Мына бір жерде жолда бір галерея алу үшін бәрін жетті мысалы. Разрешение бар. Ана енді масқара енді. Барып бастап тастағанда ғой. біз енді қазір мәселе Бақтай бойынша шешіліп жатыр. Бақтай мен Пустинаның арасындағы жаңағы сұрағымызға жолды салып бітіреміз. Міндетті түрде жабылады. Алынған жерлер ямалар болса егер қандай не болса да ол мәселе жабылады. Жоқ, галерея көрмесе наша беретін болсаңдар 50 метр, 100 метр, қазір бір 500 метр сайын ашып тұрған. Бытыстенді. Енді адам деген өзден жандарын ашмаймыз сонда. Жоқ, халыққа жандарын ашмаймыз. Таппақшыр оны. Кезінде бұл жерді ашылмайды. Жүріп көз көрші. Әлі соткан болмады. Түсіріп алып салып жіберем деген. Оны бізде министерство. Жоқ, енді әзір барып көрсек осы бүкіл ауғанда барып көрсеңдер. Мен Бақтай айтамын, разу. Сұрағыңыз қабылданды. Мынандай бір түсініктеме жұмысты айтып кетейінші, жаңа сіз айттыңыз ғой, ластанған, жоспарламаған жұмыстар ұйымдастыру аспектілері, соған түсінбей қалдыңыз. Сіз айттыңыз ғой, 2 рет айттыңыз. Ұйымдастырылмаған шығарынды заттар. Иә. Ол енді ол былай түсіндірейін мен сізге. Орысша айтқанда организованный, неорганизованный источник. Бұл ұйымдастырылмаған. Организованный деген, ұйымдастырған деген выброс, ол мынандай труба болса, котельный болса, ол организованный бір точкадан шығады. А мысалы бұл жерде техника жұмыс істеп, труба жоқ, таң болады, онда неорганизованный. То есть ұйымдастырылмаған выброс. Техника жүреді, бірақ оның бәрі нелер расчеттар келтірілген выбростары саналады. Ол 1100 тоннадан асырған сол ұйымдастырылмаған шығарынды заттар. Сіздердің балға шыққан қаласының осындай өткізуді мысалы жаңағы жігіттің айтып отырғаныңыз енді рақмешкілді айтып отырғанымыз. Мысалы сіз айтып отырсыз, мысалы егер ағып жатқан өзен болатын болса, мына организациясы бар, белдеуі бар, оның бәрі бар, бірақ біздікі тоқыраудың единственный мире подземный течениесі бар өзен ғой, бірақ қана екен. Мен как маман есебінде екен, жаратылыстар. Ал енді мысалы біз осы тұрған жерден анау осыдан 30 шақырымға дейін магнитик бар, басқа бар, мынасы 36 шақырым, мынасы 38 шақырым, бұл подземный не ғой, көл. Көрдіңіз, жаңа жігіттің сізге түсіндіріп айтылмай тұрған сол. Сіз оған жауап бердіңіз, сіз оған жауап бердіңіз, как будто өзеннің жағасынан алу, өзеннің жағасынан алу, стройкілер жүргізу olur. Ал енді сіздердің пайдаланып отырғандары жаңағы 36 километрге осы жерден соған мына тәк қылып болмаса, 36 километр болды.
сол айтатын жетсін. Иә, мен түсіндіріп берейін. Сіздің неңіз рахмет. Дәлелдіне Бұның бәрін түсіндіру керек. Өйткені ана жігіттің айтып отырғаны сіздер мысалы баяндама жасаған кезде бәрін түсінікті, аса сондай керемет бір көп сөздерді қоспай қазақша бір жақсы мәтінді түсіндіруге қойған. Кейбір мысалы ғылыми жағына қарай кетіп қалғаннан кейін енді оның бәрі кейбір жағдайда өздеріне сұрақ қоюды ұялып қалады. Сол түсінбей бір терминді түсінбей деген сұрақ көрдіңіз бе? Анау күннің асхаттың жазысы жетсем отырған жаңа келген бетті сұрады да қарасу. Мысалы қанша маман өлі бар. Жаңағы енді жаңа сіз сөзіңізді айтып дұрыс бәрі де. Экологиялық жағынан енді анау ең аяғында жердегі шыбынға дейін, торғайға дейін бәріне дейін қамқорлық жасаймын деп жатсың. Анау көктемде амандық болса анау ұяның барлығын карьердің қасынан бір екінші бүкіл ұяны теріп апарып торластырып интернеттен сияқтайды. Ол енді мероприятие. Енді ол енді сіздер болғаннан кейін әйтеуір осы уақыт өткізу керек. Кішкене баяндаған көлемді болу керек. Ғылыми тұрғыдан бір жақсы маңызды баяндама осыны айтып жатсыз ғой енді. Көрдіңіз бе? Ал енді негізгі мәселе экология. Экология болғаннан кейін жаңағы масқат келді, оның терезесін қапты көрсетіп. Мен де мына жақта бір шаруа қожалығым бар еді, осыдан сіздің бақтайдан ол Павловне примерно 30 шақ. Мен звондап сұрадым. Сендер не болды? Мынау қыс ішінде күнге көрмеуші еді, мынау бүгін көргеніміз жоқ деді. Сосын бұл немене болды ойлап жүреміз енді. Мына жақта бар карьера, алтын алмас бар, алы бар, мынау сөйтсем жігіттер қолы болып дызырбайтетінлерді жерлерді соны алып отырдым да. Бәлен уақытта болады деп, соның өзінің бәрі әсер етіп жатыр. Мына кісілердің көкейінде соның бар отыр. Ақиқатында. Осыған да жақсылап жауап беріп, осылардың бәрін зерттеп, осы кісілерді сіздер әсіресе қарашылардың ұсыныстар. Жаңағы шаңдату, олардың торғайда бір тұрмыс ойлап жатқан жоқ қой. Сізге жауап бермейсіз, бірақ ақыры экологический вопрос возникает дегеннен кейін осылардың бәрі есептелу керек. Торғайыңызда, ол торғайда ұстап көп нәрсені, көп ауруларды перенестіретін не ғой? Тірі адамдар мысалы соны сенбей жүрген шығар. Ал енді осылардың барлығында да осындай жаңағы мәселелер сіздердің лабораториялар бар ма? Лабораториялар өздеріңізге бағалатын лаборатория ғой мысалы. Ол осы мәселенің негізі қалқан дұрыстап жеткізіп сонда сұрағымыз жиналысының бәрі дұрыс бәрі көкшілерді мысалы кезден. Сұрағыңыз өте дұрыс, нақтылап бергеніңізге рахмет. Мен енді бағана айтқанмын, өндірістік экологиялық бақылау. Жер асты су мәселесіне байланысты. Қазір гидрогеологтар бар ма? Они ответят, негізі жер астында су біз неден де справка алғанбыз. Бізде Алакөл балқаш бассейні? жоқ. Балқаш Алакөл ол болды, не инспекция. Біз неден алдық? Жоқ, как? Национальная геологическая служба. Национальная геологическая службадан алдық. Ол справка бойынша, координат бойынша жер астында ішуге жарамды су жоқ. Егер жер біздегі су кодексінің және недр кодексінің талабы бойынша, егер жер астында сапалы ішуге жараған су пайда болса, оны ол жерде бір кен орын жұмыстарын жүргізуге болмайды. Бірақ біз националистік геологический центрден официальный хат алдық, өйткені ол экологтарды тексеріп экспертизаға барады. Олар обязательно будет требовать сол справканы. Ол официальный өкіметтен берілген справка, жер астында ішуге жарамды су жоқ деп тұр. Ал енді ол жер астында су бар енді, ол енді мынау экологиялық өндірістік бақылауда мен сіздерге айтқандай жылына 90-на бір рет жер асты суының мониторингісі жүргізіледі. Су ресурсы, жер асты және сулардың сынамаларын алу жүйелігі 90-на бір рет болады. Сіздер ме жоғанда? Жоқ, ол енді алтын алмас жасайды. Өздері подрядный организация, ол аккредиттелген лабораториямен жасалады. Ол кім жасалынатын, ол белгісіз. Өздері тендермен не бар. Енді бұл мониторинг бойынша, мысалы ортада объект болса, жер асты суында өзінің несі болады, ағыны болады. Мысалы, мына жақтан су ағып келе жатқан, не ағыласа, ортасында карьер болса, вверх
подготовкалар, карьерге шейін. Демек, жер асты судың сапасын алады. Бұл сынамасын алады. Сөйтіп, бұл контрольный болады. Сосын жер асты су өтіп, мына карьерден былай өткен кезде неде тағы скважина болады. Сол скважинадан тағы алынады. Сөйтіп, анализін сравнивать. Карьерге дейін, Карьерден жан-жағынан алады. сөйтіп, жер асты суының сапасы анықталады. Постоянно 90-на бір рет. Бұл омен де ол қоймайды. Бұл 90-на бір рет алынған сынамалардың бәрі в виде отчета, протокола департамент экологияға жіберіледі. Бұл обязательно қараған облысы. Экологтар сол судың сапасын өздері анықтап отырады. Егер бір зиян бірдеңе болатын кезде, ол соответственно шара қолданылады. Экологтар өздері сұрақ салады, не болады, демек бұл қадағаланады. Осы өндірістік бақылау арқылы жүргізіледі. Сонымен жаңағы карьерлерді қай уақытта жабасыздар еді? Енді ол мәселесі бойынша экологический облыс. Мысалы, анау жаңағы ертең малымыз өліп нетіп жатса, жаңағы уран по-любому бар. Бұны Совет үкіметі кезінде жауып тастаған карьер. Әйтсе алтын бәрі бар екенін бәрі біледі. Ол кезде устав жесткий болды. Бәрі кішкене асса, мысалы, жаңағы неден нормадан жауып тастайды, радиация. И ол жерде жұмыс істегенде біз сол жақта қойып жатқанбыз Совет үкіметінде. Сонда біздің айтып кеттік. Мына жерде жаман уран. Қорғасын бар, уран. Қорғасынды ашатын болсақ, уран шығып кетеді, ол жаман. Енді машқара деп. Енді соны сіздер қалай өлшейсіздер, бізге ертең зиян тиеді ғой, по-любому. Сіздердің атыстарыңыз машқара. Уран туралы енді айтатындай. Оны практисі, жаңағы экология, оны отвечать ете ме ертең, кім жауапты? Өздеріңіз тұқыма жаңағы мынау. Жоқ, бұл да міне радиациялық фон мониторинг жүргізеді жылына бір рет. Тоже 90-на бір рет экология тапсырылады осы мәселе. Уран бар осы сөйлетесіз. Жоқ, уран негізі Солай айтсаңызшы. природный радионуклид дейді. Ол енді бар ма, мен білмеймін. Это не везде. Вот не означает, что любое золото должно сопровождаться ураном. Ол не обязательно. Ол бірақ егер бірдеңе болса, ол природный радионуклид, ол бұл жерде алтын алмас, ол уранға ешнесі. Ол тоже в виде камня, в виде руды болады. То есть бұлай не қылатындай, ол жерде ондай нелер жоқ. Бұл жерде жатқан тек қана алтын. Ол радиация негізі Радиация по-любому болады. жоқ, ол 90-на бір рет жылына бір рет жүреді ол. Оны кім тексереді? Ол тоже лаборатория. А сіздердікі ма? Біздікі емес. Ол алтын алмас өздері шет жақтан басқа лаборатория алып. Ол жәшілден. Енді ол кісілер бізге қалай, біз енді ол кісілерге қалай хабарласамыз? Алтын алмаспен енді жеке жұмыс жасалынады. Енді мысалы, енді осы жиналыс қазір, мысалы, сіздер ананы потом деп отырсыз, қазір жаңағында. Соны біз қазір жиналып, халыққа таныстырдық, бәрі жақсы деп сөйтіп жібере саласыздар да, ертең айтасыз, айтпайсыз сол кезде. Ол кезде, мысалы, мен жаңа сұрап отырған су ресурстар бәрі қол қойып, бізде чтоб ол кісілердің гарантиясымен нетуіміз керек та. А бізді бұл енді мен Біздің қолымызда қазір қағаз жоқ данный моментте. Сіз өзіңіз жақсы красиво өте мәдениетті айтыпсыз, жаңағыдай вокруг да около, былай тиіспе, былай қашпа, былай тиіспе, былай қашпа деп айтыпсыз. Мен қарап тұрғанмын. Жаңағы экология деген нәрсе, өзі жаңағы шақта бар ғой кезіндегі, Совет үкіметінде жауып тастады. Ол кезде требования жесткий госстандарттан өтпесем, разрешение алмайтын. Совет үкіметінде. Қазір кімнің ақшасы көп, сол блефует, короче. Ашықша айтқанда. Сондықтан енді оны нақпой астына сізде ешқандай қағаз жоқ. Сіздің жаңағы су ресурсынан алдым дейсіз, анадан алдым дейсіз. Мысалы, бұл жаңағы Қайдар Николаевич айтып өтті, мысалы, мына жерден 40 шақырым былай қараса, Балқаш тоқырауыменен питация етіп отыр су, ауыз сумен. Осы сумен питация етіп отырмыз барлығымыз. Сіз бұл жердегі сулардың бәрі ішуге келмейді деді өзі жаңағы сөзіңізде. жоқ, барлығы ішуге келмейді. Именно карьер жақта. Сондықтан экологический вопростар, мысалы, халыққа ертеңгі күні ол жаңағыда бізге зиянды болатын болса, бізге қауіпті болатын болса, өте қиын жағдай. Біз өзі малымызды астап, ешкімге тиіспей, ешкімге жақындамай, өзіміз отырған халықпыз.
фактическийіне келетін болса. Келіп ана жақтан взрывать етіп атып мысалы. Біз маман емеспіз ғой, қанша грамм салыну керек, оның жаңағы дозировкасы. Оның дозировкасы бар шығар мысалы. Енді грузоподъемностьқа мысалы 10 тонналық КамАЗға 20 тонна жүк сала алмайсың. Так же? Өйткені салуға болады. Насиет өтедіге болады. Ну, бірақ КамАЗына барғаннан кейін. А сіздер ана жаққа қанша саласыздар білмеймін, менің үйім жарылып кетті. Шын айтарлық. Вот что Истордақта тұрамын, Қарасуда. Кезең көрсетейін, үйімнің бәрі жарылып кетті. Мысалы, ол енді біз білмейміз ғой, маман емеспіз. Жаңағы анау жерді нені айтып жатыр, жаңағы перевозканы. Өзі мына жерден 90 шақырым жерде, 100 шақырым жерге біз продуктымызды әкеп, товарымызды өткізіп жатырмыз. Өзіміздің жаңағы етімізді анамызды. Осы жолменен мысалы 70-80 тонналық груздар перевозить етілді біздің жаққа. И жаңа сіз айтып жатсыз, жаңағыдай су брызгетілден занымды. Бәрі де балтала кесте әңгімесін айтқанымыз. Өйткені шаңдатып ауылдың ішімен өтіп, мен жаңағы анау Виталий дейма, бір Серік дейма, начальник участкаларына барып айттым, мен ағатай, мына жақтан объезд жасап алыңдар, мына жерден өтпеңдер деп айттым, попросить еттім. Тыңдамадым. Ешқандай властвующий адам жоқ па бұларда, жоқ әлде өздерінің направлениесі сондай ма, мен соны түсінбей тұрмын қазір. Осының басын шешіп алайық конкретно. Сол ешқандай су шашқан жоқ, бұл сентябрьде келген бұл хозяйство. Уже 5-ші айға кетті жұмыс істеп жатқандар. Суда шашылған жоқ, ана жердің бәрі грузовойлар өтті, жердің бәрін жаңбыр жауды, жердің бәрін есіп кетті, быт-шыт қылып. Олар алып іздеп жатқан шығар, оларға руда керек шығар. Бізге шөп керек, малымызды бағуға. Қалай болса солай жолды салды, жан-жағынан мысалы. Ол крестьянский хозяйствода бізде договор бар. Бізде жаңағы жазуға бәріне сауатымыз жетеді. Бірақ ұят болады. Алтын қазынбаты ғой, енді пайдаланып отыр ғой, дұрыс пайдалансын деп керек жоқ. А фактически сіздер мысалы любой крестьянский хозяйствоның шаруашылықтары келіп рұқсат сұрауыңыз керек. Менің жаңа базамның түбінен өтеді қазір хозяйствоның. Тіпті өзі ұят еді. Өткізбе. Жоқ, оны как еді? Оны айтып отырмын ғой, шлагбаум қойып жауып тастауға имею право. Менде өзімде договор бар мысалы сондай. Бірақ қой енді анау аяқ кетіп баратыр ма, асығып баратыр ма, бара берсін. Ол бірден пожарный запас қауіпті болды. Өйткені сіздердің барлық жалдайтындарыңыз наемниктер екен. Ол біреу Көкшетаудан келген, біреу Шығыс Қазақстаннан келген. Әр жерге бір темек тастап кетсе, менде камера бар, разговор жоқ. Бірақ оны тауып соттасқанша маған 2 жыл уақыт кетіп барады. 2 жылда амал қарып тұрмайды ғой. Ана соттағаннан кейін шөп тапып келе, сол кезде жейміз деп. Так же. Онан кейінгі вопрос. Анау мал шығып бара жатса, аварийкаларын қосып сигнал етіп өтеді. Жарып. Өзі егер қазақ болса, қазақтың салт дәстүрінде жазылған. Кетіп бара жатқан малдың кесіп болмайды. Мұны мен емес, баба айтып кеткен бұл сөз. Келеді сигналды береді, аварийкасы қосады, айғай шу. Ана жерден қазір өзі малшыменен жұмыс табу қиын болып отыр бізге. Өте қиын. Сондықтан ана жаңағы жұмыскерлердің настроениесі бізге жақсы болу керек. Оны айтып келатыр, әлі келатыр, уже 5-ші айға кетті. Жолды направить етеміз, былайға жасаймыз деген сол бетінде қалдым, мына ауылдың әкіміне де айттым. Жаңағы ғана аяқтарға жаңағы начальник учаскелерге де айттым, ешқандай вопростың бәрі нөл. Ешқандай вопрос шешіліп жатқан жоқ. Жаңағы взрывчаткасы анау үйім жарылып кетті, жолың анау экологический жаңағы анау бір құстар өліп қалып деді ғой, менің хозяйством бар, мына аяғында да, мына аяғында да. Содан құдықтың басында өліп жатыр торғай. Ол қай өлген торғай ма? Жаңағы өзіңіз айтқандай оған не отвечаем деп. Ол мынау ауруының несін таппасаң, диагноз таппасаң, өзің өлесің. Ертең торғайдың орнына мен кетемін. Сондықтан оның барлығын дұрыстау қараңыздар. Ол жаңағы вокругта около 1 жылдан кейін разрешение береді. Сіз 5 ай болды мына жұмыс істеп жатқаныңызға. 5 айда не бір сусау шатқан жоқ ауылдың ішіне. Шаңдатып бері өтіп, шаңдатып бері өтіп, шаңдатып бері өтіп. Нені қойдың жоқ. Так что нельзя жить. Ауылмен жүрмеу керек. Тыңдайын. Сұрағын ойдыңызбен тыңдайық. Әрғай шуға шығып деген. Мен енді маған енді су шашылмағанын, оның енді алтын алмасын өздері жауап берер. Мен сіздерге енді басқа мемлекеттік футбол жетеді, анау жауап берді, мынау таппайсың консулға. Мемлекеттік басқа құзырлы органдар қалай не бар деген сұрағыңызға жауап берейін. Негізі қазіргі экологиялық рұқсат алу 3 кезеңнен. 3 стадияда 3 кезеңнен өтеді. Бірінші стадияда скрининг дейді. Сол кезде біздің келген проект бүкіл госоргандарға кетеді.
Біз оны департамент экология кіргіземіз, либо министерство экология кіргіземіз. Министерство экология өздері жібереді. Бассейн инспекцияға жібереді. Геология комитетке жібереді. Промышленностьке жібереді. СЭСке жібереді. Животный мирға жібереді. Сөйтіп барлық жерден. Компьютердің ішінде ойыншық қойылды. Жоқ, сол органдардан былай айтқанда солардың мнениялы предложенияларын жинайды. Соған қарап біз проектті жасаймыз. Олар айтады, мынандай справка ал дейді, мынандай мероприятие согласуй дейді, проектіге мынаны енгізіңдер, СЭС бойынша мынаны қадағалаңдар деп, біз сол бойынша проекттің бәрін бірінші кезеңде өткен кезде соның бәрін біз проектке енгіземіз жобаға. Мынау мен сізге қазір көрсетіп жатқан бұл екінші кезең. Міне екінші кезең бойынша біз қазір сол жиналған бос органдардың бәрін жауаптарымен біз проект жасап, соны қайтадан экспертизаға кіргіземіз. Сол кезде бүкіл бос органдар айтады, мынау документ жоқ, мынауың дұрыс емес, мынауың болады, мынауың болмайды деп сол кезде жинап соны өткеннен кейін заключение алып үшінші кезеңге кетеміз. Үшінші кезең ең соңғы кезең болады. Жоқ, жасаймыз деді. Жарайды, осыға сен жасаған жоқсың. Осыдан кейін жасауға болады ғой. Осыдан жасауға болады ғой. Осыдан кейін жасайдар енді. Жаңағы жоға бізге главный керек жаңағы нені бізге сіз анау андарыңыз керек жоқ бізге. Бізге түк керегі жоқ, анау машиналарыңыз біздің ауылға кірмей ақ қойсын, ештеңе жасамай ақ қойыңыздар. Бізге бірақ не жаңа экологияны отвечать ететін бір адам керек. Что мен отвечать ете аламын. Мыналардікі дұрыс деп айтады. Анадан показательский аламыз ғой. Экспертиза. Экологияға кіреді. Департамент экологияға қатысып отыр. Департамент экологияға да барады. Қайсысы ол? Сол жерде отырған изуммен қатысып отыр. Ол кісі айту керек. Ертең малымыз қырылып қалса, мен жауап беремін деп айтсын, пожалуйста, біз қол қойып береміз. Жиналыс нормальный, жақсы деп. Егер ол кісі айтпаса, жиналыс ол өтірік деп шығады. Экспертизаға кіреді ғой, соның бәрін эксперттер қарайды. Жарайды, енді ол эксперт точно болады болса, ол кісі отвечать ету керек қой. Экспертиза енді. Ой, тамаша ету керек қой. Сізге заключениенің астына руководитель қол қойып береді. Любой заключение. Мен осыдан министрдің комитеттің председателін деп заключение алып қол қойып береді. Мал өлсе соғыс төлейді ғой. Жоқ, мал өлсе енді. Енді ол мал қандай өлсе біз өзіміз жауап береміз. Енді жаңағыдай түсіп кетсе, қазған адам жауап береді жаңағы. Енді мынау удан өлсе не істейміз деген ғой. Негізі жаңа семейде болған ойбайлап жылап жатыр. Ойыншық емес, действительно. Ол ұзақ емес. Ол біздің ауылда өкімет тарағалы бір жұмыс орны жоқ, макарон шығаратын түк жоқ, тауық жұмыртқа сататын ешкім жоқ. Біз өзіміз мал бағып жүрген адамбыз, чисто. Жаңағы басқардың сұрағына сіз жауап беріп кетсеңізші. Начальник учаскеңіз. Анау ана жерде Тәтемір басқа деген адам отыр. Бұл кісілердің сұрақтары былай. Сіз 60 километр жол салып жатырсыз. Жолдың маңайын ойран мотқосын шығарып жатырсыз. Енді сол 60 километрге сіз босатты алдыңыз ба? Бірінші сұрақ. Екінші, сол 60 километрдің қанша гектары бос болдығын, қанша гектары Қарабаласын шешіп оқырдың де, қанша гектар мына тұрған фермерлердің жері. Осылардың барлығын доғыңыз бар ма? Сізге для строительства 2 жылға облыстың әкімінің шешімінен рұқсат алдыңыз. Әлде қалай солай салып отыр? Бұл кісілер жеткізілмей отыр. Представьте, көп ғылыми терминдерді қосып. Жақсы түсіндім. Әкімшілікпен несі бар, саты бар әкімшілікте. Қанша жер год фондың? Сколько гектаров у вас из государственных фондов? Сколько гектаров имеет Карабульский сельский округ? И сколько гектаров, соответственно, земля, арендованная крестьянским хозяйством? Вот это вопрос основной. Вы знаете, вы должны были вот крестьянскому хозяйству ущерб оплатить. У вас есть такой план? Да, есть. Да. Ну тогда отвечайте, сколько гектаров принадлежат крестьянскому хозяйству. Я знаю только, сколько у нас собственности, 24 сколько у вас, да. 24 гектара. Нет, 24 гектара, это у вас, наверное... Территория жаңағы менің сол, 24 гектар басқан территориясы.
Разрешение должен, грейдер салуга должен разрешение. Бахтая до Алмаз. Алмаз. Вы же строите дорогу, Мгм. вот этот вопрос. Ну, сейчас не готов ответить, но я уточню, детально посмотрим. Сидят сейчас, многие сидят, не знают это. Вы знаете, Алмаз приехал, это государственный вопрос, государственный важность. И все, мы сидим и молчим. Боимся, может быть, кто-то нас упрекнет завтра или что-то случится. Понимаете, мы должны будем работать с местным акиматом сначала, с Академическим земельного комитета. Все это должно быть согласовано. Вам должны были отвести, значит, определенный гектар земли для строительства. В это время вы должны были, знаете, оплатить ущерб крестьянскому хозяйству, например, Кароловскому сельскому округу. Вот это важный вопрос. Тоже Николаевский вопрос. Вот, Оскар, когда тебе переживают, что вы везде копаете, везде руете, везде там вообще безобразие там создаете. Вы должны были сегодня, значит, провели километр дорогу, вы должны были там планировку сделать и дальше поехал. Планировку сделать, дальше поехал. Аккуратно надо. Вы побегали, знаете, берете же то, что так. Өте орынды сұрақ, оның барлығы жұмыс. За какой месяц устраним это? Понимаете, вот вы приезжаете каждый раз. Когда вы ответите, уже скажете, мы будем, это уже у нас будет внимание, мы позвоним вверх, там потом ответим. Зачем? Вы должны были сегодня приехать, отвечать как можно. Готовы, да. Готовы. Вот многие имеются здесь, вот, сидят фермеры, глава фермерства. Я знаю, у вас старая земли есть, там, у Анше есть, вот, у всех есть. Да, Ана жылы сколько гектаров, Оскар Владимирович, у нас обязательно жауап. Знаете, вам сколько гектаров от Бактая до Алмаз для того, чтобы проезжую часть строить, дорогу, длина сколько, ну, Я вас понял, я этот вопрос уточню, с этим вопросом вернемся в понедельник. Акимат. Пойди, тогда всех опять соберем, да? Нет, Акимату я доложу. Асқар Иманғызұлына жауап береміз. Знаешь, вы нарушаете. Вы нарушаете это горно. Каждый, да, если дорога, если устроишь, алтын алмазе, там у меня земля был 100 гектаров. Он пришел, разрешение спросил, вот столько земли я возьму, столько буду платить, да, вот столько это, совхоз, это, так мне договор составил, а вы без договора, это, как қалай, өздерінше, Соңғы сіздің рұқсатыңызсыз салып тастаған ма жолды? солай салып тастағанбысың да. Соны жасырмайсыз. Қашан жер бар, хозяйство бар. Это экологический вопрос, это социальный вопрос, понимаешь? Түсініп тұрмын оның бәрін. Нақтылап Асқар Иманғызұлына жауап берейік. бір сұрақ қояйыншы, бір сұрақ қояйыншы. Сізге қоямын. Ана енді менің қыстағым бар. Білетін шығарсыз. Поселоктан кейін жолдың жанында. Соның мына жағынан жол саламыз деп келіскенбіз. Біз ана Виталий, Серік, Тиматачев. Енді мен сізді көріп тұрмын ғой. Мені бүгін мына халықтың көзінше айтайын. Мен осыған дейін ұят болады деп келіп жол жапқам жоқ. Так, 3 күн уақыт берейін. 3 күннен кейін өздері түрінде жол жоқ дейді. Хорошо? Мен ақыры сізге нешті айтып тұрмыз. Жақсы. Біз не істедік? Жолда ар жақтан Бар жағында басқа өтетін жол көрсеткен. Сізге сұрақ бола ма? Мысалы, ауылға бізде су тартты. Жаңағыдай енді су болсын деп. Оны қазып кетті. Тоқтатты, оны нетті. Оның жартысы жанбай қалды. Енді айтады, бірдеңе десең, ой, біз әкімге отвечать етіп жатырық дейді. Енді мына кісілер тағы сөйлеп тұр. Сондай. Мен мына жерде бар ғой, тазалығы, механик, сондайлар жай жүрген. Ертең бақытсыз кетіп қалады. Бұл кісілердің енді жиналыс бойынша вообще нөл адамдар ғой келген мысалы. Біздің артымыз шешімнің бәрін қабылдап, ертең жүрушінде халық қаққамасын деп жатыр. Жоқ, түсініп тұрмын. Артекелден айтар. Бұл бойынша уақыт мен түсініп отырмын. Сен жаңадан келдің начальник участка, екінші уақытпен да. Өткенде мен бірінші барғанда Бақтыбайға таныстық бірінші. Одан кейін екіншісі Виталий болды. Иә, дұрыс па? Валерий ма, Виталий ма біреу болды. Ол қазір неде?
Так, екінші баптан. Мен осыған дейін Сағынай деген технический директор болдым емес па? Сағынай Кәрі. технический директор Иә, болды. Астанада отырған. Дұрыс па? Аха. Мен ол өзім көрген жоқпын. Осы сентябрь басталғалы. Бірақ оған дейін осы декабрьдегі жұмыстан босатылып деді. Иә? Оған дейін мен сөйлесіп отырдым, мен айттым, осы жаққа представительмен даже алтын алмас майник полностью келсін дедім. Қарасуға елді мекеніне халықпен кездесейік дедім. Ол кісіге. Осыған мен сұрадым. Келіп өздеріңіз представитель ретінде ашығын айтып, жол қалай түседі, бәрін мен осыған дейін сұрағам сол кісіден. Одан кейін декабрьде сөйлескенде айтты, мен жұмыстан шығып кеттім, орныма басқа келеді деді. Мен осы сұрақтарды көтергенмін. Осы экологиялық неге дейін кездесейік халықпен. Мен түсініп отырмын, сіз начальник участка болғанда, сіз қазір сіздің үстіңізден майнинг қарайды. Орындаушы. Иә, сіз орындаушы. Сіздің үстіңізден жаңа алтын алмас тұр, солар қарайды. Сіз все равно бұған жауап бере алмайсыз. Дұрыс па? Халық айтыңыз, мен сіздердің сұрақтарыңызды көтерейін ана жаққа. Мен жауап бере алмаймын, ашығын айт, онда тұрған түк те жоқ. Бұл жерде бәрі жазылып жатыр. Өздері келсін, мен айтқан шақыртқан технический директоры бар, жаңағы акционерлік обществоның президенті бар, келсін, халықпен кездесейік. Солай айтылған нәрсе. Жаңағы жол бойынша енді вопрос. Жол бойынша өткенде де көтерілген. Асеке, білесіз ғой? Жолды сол сентябрьден, октябрьден бастап айтып, қай жерге дейін сызып бердік деп өтересің. Шын ғой, қай жерден өтетінін, қай жермен жүретінін. Мен сол кезде айтқам, фермер крестьянский хозяйствоның алдынан өтпеңіздер деп сіздерден сұрағанбыз. Асеке, өзіңізге айтатын. Нақты болса жолды жауып тастаңыз деп мен өзіңізге айттым, әкім ретінде айттым. Оны ұят болады деп отыр ғой. Иә. Сосын кейін біздің алтындай уақытымызды бөліп, жаған аяққа жұмыстан сұранып кеттік біз. Фактически. Иә. Асқар Иманқұловтай. Иә. Енді мынандай шешпейтін адамдар келетін болса, вокруг да около футболить ететін адамдар болса, біздің алтындай уақыттарымыз неге отнимать етіп отырсыз? Жоқ. Енді ана кісі шешпеймін дейді, ана кісі экологический вопрос потом подумаем дейді. Сонда не болды? Жоқ, көрдіңіз, Асеке, мен жауап беремін. Тыңдаудың несі бұл экология. Жоқ, енді мысалы анау ақырда жаңа алтын келіп тұрсыз ғой. Бәрі келмегеннен кейін біз немеге жинадық? Жоқ, Асеке, тоқтасаңыз, мен айтайын сізге жауап берейін. Бұл жерде жиналып отырған қоғамда экология бойынша бірінші вопрос, иә? Бұл кісілер соны тыңдауды өткізу керек. Тыңдаудан кейін мен сіздерге түсіндіріп айтайын. Регламент бойынша тыңдау өтсін, сұрақ вопрос. Бұл жерде жаңағы көтерілген вопростар, осының бәрі протоколға кіреді, жаңа фиксация жүріп жатыр. Осыдан кейін ол жоғары жаққа біз қандай? Бұл жерде ұсыныс айттық, сұрақтарымызды қойдық, жауап ретінде өздерінен хаттама ретінде бізге жіберіледі осы сұрақтардың бәріне жауап. Оны өздеріңізге айтамыз. Бұның бәрі сондай. Бұл қоғамдық тыңдау қазір сіздерде экология жөнінен бізде ұрысақ қалай болады, қандай сұрақ қойылар, соның бәрін көтеру. Енді мен бұл сіздерге ұсыныс ретінде жаңа алтын алмас пен майникті айтып отырмын. Осы карьера ашылып, әрі қарай дальнейший жұмыс істесе, халықты жұмысқа алу, әлеуметтік жарет ол өз өмесімен келер, көтереміз оны. Енді бұл аман есен ашылып, бәрі жұмыс істеп, бәрі алға қарай басқаны мен айтамын да бұл кісілерге. Бұл экология болсын, жаңағы жұмыс болсын, карьера. Жылына 2 рет, мен сіздерге айтайын, өздеріңіздерді протоколға кіреді. Жылына 2 рет алтын алмастың майниктің представительдері келіп, халықпен кездесіп, жылына 2 рет есепті кездесу өткізсе дейді. Ұсыныс. Бұл кісілер халықпен. Аске, біз қол қойдық қой. Соны не үшін қойдық, соны мен Қай ертең айтып жүрмін, мына кісілер. Қоғамдық тыңдаудың тәртібі бойынша халықтың тыңдалып өткізіп бұл ештеңе рұқсат алып отқан жоқ. Тек қана экологиялық мәселелер бойынша қоғамдық тыңдалып өткізді. Сіздерге түсіндірді, жаңағы айтты, жазылып кетті, жылына 1 рет, 90-на 1 рет. Қоғамдық тыңдалып өткізді деген хатқа қол қойдыңыз қағазға. Қазір анау. Ол екінші этапта, үшінші этапта бар, бұл все рұқсат алады. Мынау айтқан сөздеріңіз, экология, су бар, природа охрана бар, бәріне рұқсат алғаннан кейін барып, бұл кісіге рұқсат береді. Мен сіздерге айтайын, Ақтоғайдан жіберіп отыр, аудан әкімі бар, бәрі өкілетінде. Мынандай карьерлер ашылған жөн, дұрыс. Ол бір президент емес, бірақ президенттің өзіңіз көзіңіз көріп отыр ғой.
біз қарсы екенімізді ешқандай ответ айтатын адам жоқ мына жерде. Біз Қайдар ағаны өзіміз сайладық. Басқамен ешкімді көріп отқан жоқ. Бұл видеоға түсіп, жаңа видео фиксация ғой қазір. Соны нетіп, жай ғана ой мәселе шешетін жер емес. Мен сізге қоғамдық тыңдалым. Бұл экологиялық мәселе бойынша қоғамдық тыңдалым. Жаңа Аскен көтеріп отыр, жылына бір екі рет алып намаз келіп біздің мәселемізді тыңдасын деп отыр. Ұсыныс енгізіп отыр, нақсы тыңдап отыр, жеткізеді деп отыр. уже жұмыс жасап жатыр ғой, олар қалай не Жұмыс жасап жатқан да олар жұмыс жасап жатқан жол салды. жол Buradan. Dalada. İyi batsındır o. Үй батқан шығар, басқа жолға еще Кешіріңіздер, мен жауап берейін. Мен бағана презентация бастағанда мен айттым сіздерге. Бұл карьерге алдында рұқсат алынған. Бұл екінші рет өткізіп тұр ма? Бұл былтыр бар разрешение алынған. Экологиядан алынды. Бұл түзету жұмыстары 26-27-ге план горных работ түзету. Карьерге рұқсат бар. мысалы ше анау жерден септиктен нетіп жатсыз дейсіз ғой, ана жаққа төгіп жатсыздар ғой далаға. Негізі септик там бұл. Септик жоқ қой далаға төгіп жатсыздар. Сөз көрдік қой біз сенімен. Айтылсын. Жоқ, Ана жақта емес. Тура жанында, Алтамасының жанында Ақжайдақ деген ауыл тұр. Тұрып жатыр. Жағдайлары жақсы. Аңғарын спортта алды. Неше түрлі салып беріп жатыр. Бізде жоқ. Жүр ғой 3 километр. Кірісінде Алтамасқа жаңа Ақжайдаққа 10 сұрамаймын, ол по-любому кіреді. Ол уже алтын деген сөз, ол уже бір жерінен, ол алтын жүрген жерде бәрі бересінен кейін Аскен екінші миллионер жақын болады. Өйткені мына жерде 2 карьер салынып жатыр. жоқ, жақсы, халыққа жақсы. Үшінші карьер. Сонда сіздер Жоқ, карьерді салдыңыз, сіз мал жайлап жер қайдаңыз, ауыл шаруашылығын дамыту керексіздер бір жағынан. Емен дамытамыз, ана жақта қоршамаңыз жерді. Ертең біз ол шөпті теріп отырғанбыз. Ана шөпке қонады ғой ұлдың бәрі. Рахмет. Мировой компания Қазақстандағы шалатылар Мен сізге бірінші сұрақ қойып алайыншы. Айттым, мен бар Марат. Мынау септик деген экологияға жатыр ма? Ол қандай болу керек? Ашықтату керек па? Жоқ, септик деген бұл жерде ең басы герметичный болу керек. Септик, он может бикарьер, может быть резервуар. Ал енді сіз менің Бақтыбайдың басына бардыңыз ба? Көрінген жерде септик қазылған, боғы сыртына шығып жатыр. Оны бір 53 тартады, оны аппаратты біресе Бақтыбайға төгеді, біресе ұрланып барып сайға төгеді. Ал оны о жердің бәрінде мал жүр. Міне осы фермерлердің бәрінің малы жүр. Ол жерде неше түрлі дизентериямен ауырған адамдар бар. Сорадың ғана жаңағы ішінен шыққан ненің бәрі сонда ағып жатыр емес пе? Оны ешкім қарап жатқан жоқ. Енді септик сормай қалды ма білмеймін, оны тоқтатты да экскаватормен тура столовойда адам тамақ ішетін жерде столовойдың қасына төгіп отыр. Экскаватормен көсіп алады да төгеді. Ал осы жата ғой. Ал жаңағы дұрыс. Ал енді жаңа айтып жатыр. Торғай өліп қалыпты. Ана жылы Балқаштың күллі құс қырылып қалды ғой. Неге қырылып қалыпты? Шатыркөлді ашқан кезде, Шатыркөлдің рудасы келген кезде, соның экологик несі жаңағы радиациясы сол қырып тастаған. А енді бізде де шығып жатыр ғой сондай радиация. Ал енді осыған бізге халықты ешкім ойлап отырған жоқ. Бізге зияны тиіп жатыр ғой. Сіз анау не атады ғой, зіріп жасайды ғой. Зіріптен кейін қаншама не бөлінеді, білесіз ғой. Одан қаншама отравление болады. А сондықтан мына халыққа жасаған соған қарсы бірдеңелеріңіз жоқ па? Оған жасауға болмайды ма ештеңе? Жасайды бұлар, бірақ Жоқ, жаңағыдай гарантия беру керек бізге. мен енді былай айтайын сіздерге.
Жоқ, халыққа не үстөлелігінше? Жарылу жұмыстарына қолданылатын горючий веществоның өзі шастан экологический. Ол анда бұрынғы селитра былай. жаңағы жарылғаннан кейін малдың қасынан өттік қой. Үйге келгенде қағаз денемізге жабысады дейді. Жазды күні малдың соның қасынан өтеміз. Сол үйге келсе, ана атаны бар. Қағаз жатыр. Ол немене, сенің денеңе дарымақ қағаз қалай жүрсің? Қазір жабысты қағаз денең. Оның бәрі әсер етіп отыр. Негізі былай расчет взрывной волнаны есептеген кезде ол 1000 метрден аспайды. В пределах 600-800 метров. Енді халық Ол сіз айтып тұрсыз, бір километрден артқа бармайды деп тұрсыз. Енді вообще мына ол расчетті құрған адам, значит, диссертацияны дұрыс қорғамаған, значит, қой. Жаңағыдай айтқан сөз 1 километрге дегеніңізге мен категорически келіспеймін. Оның жиыны бар. Жаңағыдай бізге айтып отырмын ғой, мынау сіз айтпасыз жаңағыдай, анау біткеннен кейін бәрін ровно етіп кету керек негізгі. Ол заңында экологсыз ғой. Міне осыдан 30 жыл бұрын Алтын Алмас бір компаниясы қазды, сіздер сол открытый шахтаға келдіңіздер. Сол бетте жапқан жоқ, советтер бомба түскен жоқ жатты. Оның іште не шығып жатыр? Оның іште біздің малдарды су ішіп жатыр. Қазір онан сайын сіздер ана жауып тастаған шахтаны ашып жатсыздар. Кезінде енді біздің анау үлкен бабаларымыз айтып кеткен, ағылшындар ашқан шахта деді соны. Оны енді достоверный информация жоқ. Каким-то жаңағы уран несі көп болғаннан кейін жауып тастаған ол шахтаны деп сөйлеген. Сіздер именно сол шахтаны ашып жатсыздар қазір. Ақыр вопрос көтерілді ғой, мен сізге айтайын ашыңыз. Шахта болғанда ол жерде открытый способ бастайды. А сіз қай нені айтасыз? Рудник может бақтай емес шығар. Сол бақтайды айтып отыр. Басқа совет кезінде ашты. Жаңағы радиациясы үлкен мына ашуға болмайды. Ондай не жоқ та, факті жоқ та, оны қайдан білесіз? Бабаларымыз бізді ашсын деп жауып кеткен шығар. Ол мысалы сіздің ауылда бір халық сөз жүр. Сөз бермеңіз, факті бар. Сіздердің Жақсы. Оны ашып сөз көбейтпейді. ашып жұмыс істей беріңіздер. Мынау ауа райын тастамаңыздар. Табиғатты ластамаңыздар, жан-жануарды ластамаңыздар, малды ластамаңыздар, жер асты суды ластамаңыздар. Вот соған жауап беретін адам қол қойып, мысалы, действительно, егер су ластанып кетсе, біз осы жерге бәлен компенсация береміз, или что-то такое. Сондай деп, вот сол кезде уже қарсы емеспіз. А оған берген дейін бәріне қарсымыз. Ашық. Отвечающий адам керек. Мен сізге былай айтып берейін, экологический кодекстің талабына сәйкес природопользователь несет ответственность. Природопользователь табиғатты пайдаланушы. Демек бұл жерде табиғат пайдаланушы алдын ала. Енді онда алдын алмас деп өзі айтып. Негізі мен сізге қазір проектіні қорғадым, жоба ретінде. Негізі сол проектінің решениені бәрі алтын алмас. Сіз айтасыз, септик сыртқа алады ма, оны азбау керек, жөндеп ұстау керек, радиация жүргізу керек, шаңды басу керек, жолды бұзған жолды жөндеу керек. Сосын план ликвидация деген бар. Жылда план ликвидация управленияға жіберіліп согласованы. Мен жоба ретінде, бірақ оны енді сабындап етпеген, енді алтын Оның жолда айтып отыр ғой, көрінген жерді қазып. Мен бір кірпіш құятын не әкелдім. Одан үйдің қасындағы өзірінен топыраға құм алдым. Құм алып маған комиссия жетіп келіп, мына құмды неге аласыз дейді. Мен айтып, үйдің қасында өзін алып отқан жоқ, сіздің рұқсат қағазыңыз болу керек дейді. Қарағалықты ұрғанда біз күштіміз. Ал енді мынандай керемет компанияларға тиісе алмаймыз. Неге? Осы қалай осы? Енді жаңағы сіздерді тағдырды жауап көріп өтіңізші. Мысалы, жаңағы сіз айтып тұрсыз ғой, проектіні қорғап жатырсыз. Енді алтын алмаста болып жатқан бүкіл неше түрлі ситуацияларды біз мысалы нешемен білмейді. Менің де барлығы көп белсенді. Соны кім алдына өлтіріп, кім соға шара қолданады? Мысалы, сіздердің білгісі келіп тұрмыз. Жоқ, енді кім соғандар қазір штрафты кім сатты?
шараны кім отырады ана жердегі мысалы законный типовой герметический или жабайы түрдегі септиктердің бәрі кім не істейді оны кім сорып алып кетеді анау балқаштағы кәдескі специально бар ғой полигон соған кім апарады мәселе Оның сорған су, ол не қоңыраттың несіне бару керек? Или балқаштың жаңағы несіне төгілу керек? Айтып отырмын, көрінген жерге төгіп отыр. мен соны айтып тұрмын ғой соны бақылау соны ана пенсиядар міні бар бақылау керек па әлде қуаныш бақылау керек па жексұрын осы жерде кім бақылайды мәселе соны түсіндіріп кетсеңізші бұл жерде экономический вопрос возник я вы должны ответить бұл жерде енді ауыл тұрғандар ештеңке конкурент не обязаны сіздер енді құзыретті органдар деп жатыр мысалға судың жағасына өтіп кетті ма бассейн инспекция шағымдансаңыз болады торғай өтті ма комитет лесного животного мира деген шағымдансаңыз болады экологияда мысалы радиация нелер болып жатыр ма экологияға шағымдансаңыз болады өзінің бәрі экологический бөлімдер бар постоянно оқырында мысалы егер ақпетек бала келіп жатыр ол кісілер артынан қарап отырып бақылап жүреді бүкіл жағдай бүкіл территория бәрін қарап сендер именно благодаря что сколько у вас еженедельно да выезд. Да, мы, получается, у нас же вахтовый метод работы, то есть 4 недели, да, 15 дней одна вахта, вторая вахта 15 дней, и каждую неделю мы выезжаем. То есть раз в неделю мы бываем на Бактае. Проверяем, ну, на соответствие всех экологических требований, составляем акт проверки и так далее, уже выдаем непосредственно подрядчикам. Да, слушай. Хорошо. Вот когда вот вы говорите по 15 дней, да? Да. Вот когда вахту сдают, это вот септики все же должны быть чистыми, правильно? Да, Вот, да. например, Я сама машину согласна, вот, КамАЗ сдают, они проверяют рабочее состояние. А почему у вас не проверяют это? Как осталось, так и остается. А кто вот это должен принимать и это, как сказать? Нет, непосредственно есть ответственное лицо на участке. бармалдың түсіне айтсаңызшы Ассенизаторский машиналармен Постоянно чистым сұрақты тәпіштер біледі бір жерде тұрақты білмейді сіз айтыңызшы начальник участка мысалы енді ана кісі айтып жатыр ғой мына кісі уже шындығын айтып жатыр түсіндіру сұрағы иә енді ол ас машина бәрін ыстып жатқан не бар ТБО бар жаңағы бүкіл мусор барлығы шығарылатын жаңағы ассенизаторский машина бар септикті каштап алып кететін сонымен договор бар договорға отырдық Оны қайда ол арнайы машина сіздердің айтып отырған енді дұрыс па дұрыс емес дұрыс қой енді боға ол далаға төгілмейді ешқандай жоқ боға ағып жатыр деген көзбен көрдім мен. онысын мен жақсы түсіндім енді қазіргі мәселе ассенизаторский машина бар жаңағы сорып алатын өзі каштап сонымен договорға отырдық балқашқа төгеді балқаштың несі организация деп айтады ғой бір сұрақ болды мынау біздің ауылдан енді жұмыскер қанша процент алу керек мысалы құрам десеңіз 100% алай ма Думан емес Гүлнұр Бичар. Алло, сәлеметсіз бе? Мен бір тұсқаным бар еді жұмысқа тұрамай жүрсем ол соқтыққа документтік жоқ шын ғой енді сұрауы Бізде қанша пайыз салу деген ондай жоқ. Сізде центр занятости бар. Карьерный центр Ақтоғайский ауданында. Сол жерге заявкаларды бересіз в качестве безработного. жоқ ол кісі жұмыс істейді ғой просто преимущество бар ма деген ғой біздің ауылда Бізде қараңыз, бізде вообще алтын алмас именно Бақтай жақта бізде алтын алмас рабочылар жоқ. Тек қана бірнеше горно рабочий и начальник участка бар. Подсобный рабочылар, содан кейін басқа мамандар жоқ. Гульнур, здесь вопрос другой. Какие привилегии использует Алтын Алмаз, то есть по трудоустройству местных жителей
которые вот находятся непосредственно близости, допустим, у нас пустынные, да, есть. У нас есть пустынные, они могут претендовать на трудоустройство на пустынные, но опять же через карьерный центр занятости, как любой житель Актугайского района. Вот Хорошо. так же, как и Акжайдак, да, мы в первую очередь их рассматриваем. Преимущество для данных человека, то есть для местного населения, возле которого работает Алтын Алмаз, есть? Вот этот вопрос спрашивают. У нас же есть же Преимущество? преимущество, да. У нас же политика компании такая, что Ну, мы в должны первую дать очередь, да, мы их рассматриваем в первую очередь при условии, что у нас есть вакансии. Мгм. Сосын біздің Хорошо. ауылға қандай көмек бере алады бұл кісілер? Әлеуметтік жағдай. Думан керек. Саламатсыздар. Әлеуметтік көмек бойынша бізде Алтын Алмаз жыл сайын өзін Ақжайдақ, Орта Дересін сияқты бізде орындарда біз бүкіл праздниктермен құттықтаймыз. Одан бөлек соглашение жасалынады акимат областымен, детский площадка. Сіздермен келісеміз, сөйлесіп, уже ақылдасып шешімге келгеннен кейін қандай проекттерді ұсынасыздар, сол проекттерді біз әкім облысымен согласовать етіп, бұйыртса ауылдарда саламыз, жүзеге асырамыз. Пример ретінде бізде Орта Дересінде Сіздерге талап тастауымыз керек, иә? біз сіздерге келеміз, осындай общественное слушание өтеді, сол кездесеміз сіздермен, ақылдасамыз, қандай не керек емес өздеріңіздер айтасыздар, біз соны уже ары қаратай акимат областымен бірге жұмыс істеп уже жүзеге асырамыз. Бізді только экология жағынан ғана сұрақ дегеннен кейін экологияны ғана қойдық. Ал енді біз өзіміздің ауылға керекті заттарды айтып отырмыз, соған көмек жасай аласыздар ма деп жеке келеді ол. Жеке келеді ана. Бізде ол вид ол екі түрі бар, біреусі благотворительный, біреусі спонсорский деген. Благотворительныйға Айттым ғой, Пожалуйста, ашыла берсін. Гарантия берсін. Кімдарын айбастады, есін айтты ғой, жылда Ақжайдаққа көмір түсіріп береді. Мысалы, мына кісілер. Тересінде солай. Бәрі солай. Просто есінде Мысалы, Ақжайдаққа екі жақты доғыр отырасыз. келсеңіздер айтып шықсам болады ма бастан аяғына дейін? Пойыз жол жүріп жатыр, путист болып жұмысқа кетеді. Ал енді бізде ешқандай жоқ қой. Біз Бақтыбай болсын, Алтын Алмазға жұмысқа тұрмасақ, сиырын көрсек. Айтты ғой, жұмысшысы бар, бірінші отырып қараймыз. Біз экологияны айтып отырып, жаңағы жасап берсін. Отвечать етсін, пожалуйста. Істей берсін, ол по-любому істейді ол біз емес. Бірақ жаңа бір қол берсек, ол Бақтыбай карьері бұл 2 жыл қашты. Мынау жоба именно 2 жыл. Бірақ ол ары қарай созыла береді. Бар ма? Неше жылға шейін? сонда қандай дәрежелі карьер жасайсыздар тереңдігі? Ол улана береді ғой терең деген сайын. Келешекте дейді ғой. Бақтыбайда жылға дейін жұмыс болады. Арға кетті ғой. Ана кісі айтып отыр, 2 жылдан кейін сендерге жақсылық жасайды дейді. Өзі 35 тонна, 35 тоннаны 2 жылға жеткізбейді ғой, тасымалдап. Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушы азаматтар, тақырып бойынша, жоба бойынша сұрақтарыңыз бар ма екен? Мына кісі кім айтып отқан? Модератор. Жоқ, ол ден. В общем, ешкім отвечать етпейді, иә? Ешкім жоқ, айтып жатыр, Алтын Алмастан айтып жатыр. Жылына 2 рет ұсыныс тастап, қоғамдыққа келеміз деп. Қашан келеді? Ол
Жиналыс болмады деп солай үкім шығарасыз ғой. Жәнекте жоқ па? Экологиялық Экология бойынша административно бөліп саспай алады. Ал басқа социальный вопростардың бәрін енді алмаспен оны жеке келесіздер ме? Бізге мысалы Мен сіздерге қазір мында түсіндіріп кетсем бола ма, айтып кетсем толықтай. Толық айтсам бола ма сіздерге? Бізде ол көмектер екіге бөлінеді. Ол қайырымдылық и демеушілік. Қайырымдылық дегенге ол жерге категория сусын деген бар, социально уязвимый слой населения деген. Ол сол кісілерге, мысалы сіз айтып отқан жағы көмір бар. 8 наурыздан бастап жаңа жылға дейін бүкіл подарктер тегін беріледі компанияның атынан. Одан бөлек балаларыңызды тоже мектепте балаларыңызды жинап береміз. Оны жағы дорога в школу деген программа бар. Қарттар күні бар, ақшалай береміз, құттықтаймыз сіздерді. Сізге барған бір сұрақ. Бізде анау қарасу деген бұрын не дәу водоем сияқты дәу. Сол жерді бізге қазу керек, там ішінен где-то бір. Жоқ, одан бөлек сіздерге дополнительный жұмыстар болады. Метр солай. Басқа жұмыстар сізде, одан бөлек басқа жұмыстар болса, біз сіздерге бізге басқа ештеңе керек жоқ, мектеп жоқ, жоқламай-ақ қойыңыздар. Ол қайырымдылық көмектен бөлек бізде демеушілік көмек бар. Демеушіліктің көмектің ішіне жағы детский площадка кіреді, мектептің ремонттары кіруі мүмкін. Өздеріңізге не керек, ауылға не керек, біз соны жасап береміз. Ол жағынан осы сұрақтардың бәрін біз через акимат сіздерге жасап береміз. Ұсыныстардың бәрін қараңға егіліп, ауыл тұрғындарында қарасу мекен мен сіздерге айтайын. Жаңа мен айттым ғой, бұл кісілерге протоколға, жаңағы хаттамаға кіреді деп. Бұл кісілер неткеннен кейін жылына 2 рет деп тұрмын. Халықтың алдында кездесіп, есеп беріп, сұрақ қойып, әлеуметтік жағдай бойынша не керек? Ұсыныстар бар, сұрақтар бар. Именно ауылға не жасау керек, не керек, не қажетті, соның бәрін. Жаңа айтты ғой, біреуі демеушілік, біреуі қайырымдылық. Көрдіңіздер ме? Жақсы, экология бірінші очередте болсыншы. Қашан келеді жаңа? Жоқ, ол сразу келмейді ғой енді. Біз өзіміз келісеміз қазір. Осы протокол қазір кетеді ғой. Протоколға бұның бәрін оқиды ол кісілер. Бізге қандай ұсыныс болды, халықтан қандай сұрақтар түсті, қандай жауап береді соның бәрін. Оның бәрін өздері жібереді бізге. Аскер, мынау қопан айтқан жоқ. Айтқызбағанда, әке, былай тұра тұршы. Жаңағы әлеуметтік мәселе, социальный вопрос деп отырып қойып, осының бәрін қоямыз, көтереміз, өздері жылына 2 рет келсін, есеп беруге халықпен деп отырып қой, соның ішіне кіргіземіз деп отырып қой. Бұл жерде экологический сұрақ болғаннан кейін қоя тұрайық бұларды, тыңдауды. Бұл тыңдау болсын, оған жеке кезінде жаңағы ұсынысты 2 рет жауап беруге, бізге есеп беруге протоколына кіргізсін деп отырып. Аскер, сіздің айтқаныңызға қосыламыз. Жаңағы главный жаңағы алмастың не дедіңіз жаңа бірдемеден. Сол кісілер келсін деген. Представительдері бастықтар, басшылар келсін. Вот сол кісілер жылда 2 рет халықпен кездесін деп отыр. На месте шешіп, соны протокол ретінде кіргізейік деймін сіздерге. Ұсыныс солай болсын деп отыр. Солай. Мынау жер қатып атқанда, анау солғаның түбіне топырақ сөккізіп алу керек, тас топырақтар. Көктем болғаннан кейін оған тағы да мәшінге аямай, батпақ болады бәрі. Сол менің айтып отырмын. Көктем деген одан кейін тағы түспейді. Ол бойынша жекеде сөйлесіп отыр, мен қазір сөйлесіп отырмын. Оны начальник участка бақытта біледі. Жаңа Виталий мен оның алдында болған. Сонан кейін электроэнергия снабжение бойынша кім аты жігіт? Уалихан деген жігіт бар, жаңағы электрсет бүкіліне жауап беретін, тоқ көздері бойынша. Мен оған да айтқам, осы вопросты көтеріп. Осы бойынша бізде линияға, мен сіздерге айтайын, өткенде де айтқам. Мынау 10 киловатт тоқ беріп тұр, осыдан
рұқсат беріңдер деп бұл кісілер келген басында, октябрьдің кезінде. Сол үшін аудан әкімінің алдында, заңның алдында көру үшін осы электр энергия бойынша көтергенбіз. Бұл кісілерге айтқанбыз, жаңа Уәлиханова представительдер келгенде, жаңағы толықта сіздерге рұқсат берейік аудан бойынша. Бізде Қарасу елді мекеніне кететін Қопа деген жер бар. Соның тоғына көмектесесіздер, сымын ауыстыруға. Содан кейін мына Нарманбеттің басына КТП шығады, оған да ремонт керек. Сіздер ұмытпаңыздар, Қопаны жасап, тоқ болып кетеді. КТП-мызды шіріп тұр, өздеріңіз білесіздер. КТП-ның жағдайын жасау, подстанцияның жағдайын жасау бар. Вот, соның бәрі көтерілген, әке. Бұның бәрі жай нәрсе емес. Жаңағы Уәлихан деген жігіт тоқ көздері бойынша жауап беретін осы бар. Күнде көтеріп жатыр осы сұрақты. Қашан келесіздер, договорды қашан жасаймыз деп жатыр. Оның үшін Тоғаламыз деп тұр. тоқ алып рұқсат беріңдер деп. Пока рұқсат береміз. Вот, беріп жатыр. Олар үйткенше жаңағы ана бізге қатысып тұрса, Онда ойды, онда көтеріп жатыр мен. Келіңдер деп оны бәрі. Бірақ бұл жерде бақытпен жаңағы Виталий ғой, Валерий, бұлар алтын алмастың өзіне бармай, рұқсат алмай, бұл кісілер өздері жібере алмайды техникасын. Өткенде де өздері айтты ғой, Қарасуға келген кездегі өтпей саламыз деген. Рұқсат алмай, бұлар өздерінен техниканы шығара алмайды. Оның бәрі сөйлесіп отыр. Енді бұл жерде бір вопрос бар, айта кетейін, білмейсіздер. Сіздерде неше тонналық жаңағы? 60 тонналық. 60 тонналық немен жүре алмайды. Егер де сіздер біздің Қопаға келіп төгіп беретін болса 60 тоннада. Яғни Кореяда рұқсат берейік төгуге, иә? Қай жермен жүргіземіз, соны айтыңыздаршы. қырмен келеді ғой, Жүре алама бұл кісі. қырмен келеді. Сегіз жолдың Вот, мәселе сол. Мына жақта түктеу жоқ кіндіктің үстіне тіке түсірсе бар. Өгет кетеді. Жоқ, ол бойынша сөйлесіп жатыр. Кореядан тауып көреміз. Жоқ, Кореядан материалдар. Кореядан ала береді. Біздің жағымыздан техника организация. Техника болса болды ғой бізге. Примерно бір 30-40 штолға шығады, солардың түгін. 15-і. Су келгенде шайып кетпей ме ол төбесі? Ағыз көрмейміз. Короче, 15 стол ба, 17 стол. 20 десейші, вообще. Төбен қарағырдың орау ал бет 2 метр төгісі. Так, сенің сұрақтар, ұсыныстарыңыз бар ма? Экологияны айтып жатырмыз, ауылға әлеуметтік жағдайды айтып жатырмыз. Бұл 2 жыл, бір жарты жыл істеді. 1,5 жылда істеп кетіп қалмаймыз, ештеңе орындалмай. 27 деп тұрғын, бейміз. 27, бірақ бұл жерде бағана айтқан геолог разведчик жұмыстарда жүріп жатыр параллельно. Пайда болған жағдайда созыла береді. Негізі 2 жыл болу керек. Болды, әске сұрақ болды. Ол бастамасы енді сіздер бұл рұқсат алу үшін бірінші бастама 2 жыл деп отыр ғой. 2 жылдан кейін әрі созылады контракт. Солай ма? Параллельно жүріп жатыр. Одан болса болмаса разведка жүріп жатыр. Қазақстан бәрін көріп ал енді аяқтайды рұқсат болса. Енді ескерту сұрақтар, ұсыныстар бәрі жаңағы хаттамаға протоколға кіреді. Оның бәрі. Енді құрметті қатысушылар, сіздерге бағыттар мен кен орнына тау-кен аймағы бойынша жұмыстардың жоспары бұрғылау түзету жобасына байланысты жұмыс жобасына ықтимал әсері туралы есеп жобасы құжаттамасы ұсынылады. Солай ма? Оның бәрі қоғамдық тыңдаудың қатысушылары және құжаттармен осы баяндама бойынша сипаттама туралы, оның түсіндіру, толықтыру, қолжетімділігі туралы жалпы пікірін айтып отырып, құжаттардың толық түсіруге қолжетімді болып табылады. Сондықтан қоғамдық тыңдаулар айта отырып, қоғамдық тыңдаулардың аяқталды деп жариялаймыз. Және бұның бәрі өзімізге протокол ретінде келеді ғой. Иә, міндетті. Сол бойынша енді осы қоғамдық тыңдаумыз жабық деп жариялаймыз. Рахмет, сау болыңыздар.